Түркістан облысы, Арыс қаласы, жас натуралистер, техниктер, туристер станциясы. Қосымша білім беру педагогы Бақыт Серғазыұлы бүгінгі қашықтықтан оқыту сабағымызға қош келдіңіздер. Бүгінгі сабағымыздың тақырыбы жас туристің медициналық сөмкесі. Сабағымыздың мақсаты алғашқы медициналық көмектің негізгі мақсатын ұғындыру. Сабағымыздың барысы алғашқы медициналық көмек көрсету, туристік серуен, жорық, саяхатта алғашқы медициналық жәрдем беру. Алғашқы медициналық көмек қобдишасының құрамы. Алғашқы медициналық көмектің негізгі мақсаты адам өмірін құтқару. Ең бастысы алғашқы секундтарда дұрыс әрекет етуге үйрену, дәрігерлер келгенше апатқа ұшыраған адамның өмірін сақтап қалу. Адам оқыс жағдайға кез келген жерде, көшеде, саяхатта, жорықта, туристік жарыстарда, тағы басқа жерлерде ұшырауы мүмкін. Көбінесе адамдар алғашқы медициналық көмек көрсету жөніндегі білімінің жоқтығынан жанындағы адамдарға кейде тіпті туысы, танысы немесе досына көмек көрсете алмай жатады. Алғашқы көмек қобдишасының құрамы: стерилді бинттер 2 дана, стерилді емес бинттер 2 дана, мақта 1 орама, стерилді қолғап 6 жұп, лейкопластыр 1 орама, жгут 1 дана, этил спирті 70% 1 құты, груша 1 дана, стерилді қалақша 1 дана, жасанды тыныс алу қапшығы 1 дана, тонометр 1 дана, фонендоскоп 1 дана, валидол 1 орама, нитроглицерин 1 орама, аммиак ерітіндісі 10% 1 құты, эпинефрин 1 орама, йод ерітіндісі 5% 1 құты, Бүгінгі сабағымызды қорытындылай келе, ең алдымен адамды қайғылы жағдай болған жерден алып шығып, оның өміріне қауіпті жағдайды талып қалу, бастырылып немесе қысылып қалу, қан тоқтамау және тағы басқа жағдайларды қалыпқа келтірген соң, жарақаттың қандай дәрежеде екенін, көлікпен немесе жаяу тасымалдауға келетінін, келмейтінін байқап, қауіпсіз медициналық көмек көрсетуге қолайлы жерде алғашқы медициналық көмек көрсетеміз.